Құтты болсын. Шапалақтарыңыз қайда? Шапалақ. Айқай. Бұл сайысқа әлемнің түкпір-түкпірінен, Африкадан, Өзбекстан Республикасынан, Қырғызстан Республикасынан, Түркменстан Республикасынан және де Ресей Федерациясынан әр жерлерден келген алыптардың сайысы. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының түкпір-түкпірінен келген 18 алып әлемдік деңгейдегі чемпиондардың сайысын тамашалайсыздар, құрметті Астана тұрғындары һәм Астана қонақтары. Сондықтан бүгінгі бірінші сайысты алып тасты, табиғи тасты көтеру болып табылады. Бірінші Рудный қаласынан келген халықаралық пауэрлифтингтен чемпионы Евгений Красновскийден бастап аламыз. Ал табиғи тасты көтеріп 30 метрге жүріп және қайтып кері қайту керек. Сол Евгений Красновский начинает. Бір минутта бастаймыз. Сіздер тамашалап атқанда қиқулатып, мынау рухты көтеруші өзінің қызуғанды характерімен болып 1, 2, 3. Оңай шаруа емес. Ауыр тасты көтеріп жүру бұл табиғи 2 мәрте. Әрқайсысы 100 килограммнан 200 килограммды көтеріп жүру оңай шаруа емес. Бұл әлемдік деңгейдегі чемпионаттардың бірі, әрі бірегейі болғандықтан. Әне, оңай шаруа болғандықтан уақыты көп дүние. Кешегі алыптардың қанша шағы, кешегі дүниенің Давай. Ничего, сразу видите? 200. Давай еще. Şöyle etmeyetmesi jenergiler buzbalık, әркім кетіп кетімен халықтың ғұрпын. Бозбалық демекші, 3-ші Түркістан облысына келген Тастемір Алишер Бақытұлына, 3-ші спортсмен, самбодан спорт шебері, халықаралық шебер, спорттың шебері алдымызда тұрған Алишер Бақытұлына бір қиқулап жеріңіздер. Оп, бәрекелде жарайсың. 1, 2, дайынсыз ба? 3 кеттік. Оппана, бәрекелде. Асықпа, саспай, ақырын өзіңе келіп ал. Бар күш-жігеріңді бойыңа жиып ал. Ол бәрекелде жарайсың. Асықпа, асықпай. Бұл 100 килограмм бір адамның салмағы. Бұл 200 килограмм бұл жерде. 2 адамды қолыға көтеріп жүру, бұл өте оңай шаруа емес. Бұл сырттан қарап тұрғанға жеңіл болып көрінгенмен, өзің көтерсең 100 килограмм, мен 100 килограммын. Менде 2 адамды көтеріп жүру оңай шаруа емес. Сондықтан Алишер, өткен бабалар киелі Түркістаннан өзің келдің, қазақтың 18 қаны жатқан жерден келіп, неше метр? Я, жаза қой. Енді 3-ші алыпты ортамызға шақырамыз. Шығыс Қазақстан облысына келіп отырған
Muhatbekov Nursultan ortamızda. Lakap adı Şerif. Şerif. Kol küresten spor şeberine ümitken. Dayım olsanız bir, iki, üç getir. Vay Melekat'ta Nursultan. Muhatbekov Nursultan. Yaraysın. Var kişilerini böyle sanat bereketli. Ver. Ay yaraysın. Maşallah. Şerif. Yaraysın. Hani bak. O yerde yüzden jüyürük bundan tulpar. Давай, кішкене қалды. Ozan şarva емес. Жиырма бес. Жиырма алты. Жиырма жеті. Жиырма сегіз. Ayağını bayılır. 32 oldu. 32 metr жүріп өтті. Әзірге чемпион Нұрсұлтан Уақбеков Шығыс Қазақстан облысынан келіп отыр. Лақап аты Шериф. Үшінші, енді бесінші сайысқа Солау Киелі Ұлытау облысынан келіп отқан Абдыхамид Асқар Серікұлы. Республикасының чемпионы. Арқан тартудан Қазақстан чемпионы. Ұлытау облысына келген алып күшті Асқар Серікұлы. Бесінші алыбымыз. Бар күшкер, бір, екі, үш кеттік. Бір. Ой, жарайсың. Ayağını bayka. Hani, toxtamay жатыр, hani. Uykularınızlar bereketli yaraysın. Ne degen kuş. Ne degen kuş. Ой, мазайсың. Bayka, ayağını bayka. Lan ayret koyunca 6 metre ara. 25 6 metre metre, 1 жүрді. metre. Такая салып кел, смотри. О, красавчик. Кені байсам. 30 oldu. Uyku olanızlar. Baygaşu benim adım. Baygaşu. Ay jaraysınlar. Vaqt var, aspa. 1 minut berilgen. Hani. Aspay var, kişilerini boynaşı gel. 1 minutda. Әзірге 5-ші алыбымыздың Ұлытау облысына келген Абдыхамид Асқар Серікұлы 40 метр жүріп өтті. Әзірге чемпион көксі. 6-ші алыбымыз Ақмола облысынан келген Жамалиев Арман Еділұлы, лақап аты Аю. Арман, қайдасың? Arman Yedilulu халықаралық спорт шебері, әлемдік деңгейдегі экстремдік көтерді. Қырғызстанда 2023 жылы жаңағы төтенше жағдайларда қазақ күресінен кандидат пауэрлифтингтен өте жүлдегер чемпион болып аталды. Арман Еділұлы, Жамалиев, лақап аты Аю. 1, 2, 3 кеттік. Қараңыздар, қиқылаңыздар, бәрекелді жарайсың. Әне, бұл қазақ еркектің еркегі шыдай бермейтін 100 килограмм сол қолында
100 kilogram bombalda 200 kilogramda ko'tarib жүру ол men degan jigitga qo'ldan kelib yurmaymiz. So'ndықтан barakaldi. 1 minutda qancha ko'tarib juretinin ол kuch jigeri bor. O'yinda Qozoqning qoni bor. Men 8 qirlar var. Jigitning sirlaridan kelibmiz. Alga. Oy, жарайсың. Енді әлі уақыт бар, 1 минутқа. Керек етеміз. Otuz метр. Арман екінші орынға. Міне жігіттері. Анау қыздардың арман десе арманы. Осындай жігіттер Қазақстан Республикасының дәрежесінен кейін көп туын жеңілдететін чемпиондар. Енді 7-ші қатысушы Ақмола облысынан келген Примантиктен Қазақстан Республикасы рукопашный бойдан чемпионы. Міне ортамызда Болат Құсайынұлы. Бастаймыз. Дайынсыз ба? Баста. Болат Құсайынұлы. Баста. Қойғылаймыз, шолаймыз мені. Берекетті Болат Құсайынұлы. Қажымұқан Мұнайтпасұлының шөбересі. Тікелей ұрпағы. Алтынның сынығы, асылдың тұяғы. Кеше өткен бабасы осыдан 3 жыл бұрын төрткүл әлемге қазақтың атын шығарған. Иван Подобныймен күрескен, кешегі әлемдік деңгейде сайыс көрсеткен Қажымұқан ауылының Қажымұқан шөбересі Болат Ахметов Құсайынұлы. Құлымайсыздар ма? Лаусыздар қылшы. 30 метр ма? 30 метр. Бәрекелді, жарайсың. Алуан жүйрік бар. Шамасына қарап шабады демекші. Бұл кісі 7-ші алып, енді 8-ші алып. Шығыс Қазақстан облысынан келген Кенжеханов Тимурлан. Тима Бойко. МЧС'ден Жемлежадан пауэрлифтингтен чемпионы, әлем чемпионы рекордсмен. Міне, Шығыс Қазақстан облысына келіп тұрған Тима Бойко лақабымен келіп тұр. Кенжеханов Темірлан. Темірлан деп есімізге кешегі Ақсақ Темір есімізге түседі. Темірлан асықпай 1 минутта қанша бар күшін салып дайын болған кезде айтасыз. Кенжеханов Темірхан 1, 2, 3 кеттік. Тима Бойко. Кәне, осындай алып келелі жігіттердің барлық күш-жігерін салып, көтеріп жатыр, көріңіз, тамашалаңыздар қандай. Қойғылаймыз, шулаймыз, сәне бәрекелді. Тима Бойко. Бұл ауыр тасты көтеріп жүру, бұл Қазақтан қасымнан қойған қасқан дүние. До конца, брат, 29, до конца, примите вас. Хорошо. Молодец. Әзірге бір жолын 40 метр болды.
37'de yarım. Minus Әзірге екінші орын. Тима бойға екінші орын. Енді 9-шы алымымыз Ұлытау өңірінен келген, Ұлытау облысынан келген Мырзатай Ақтар Дәулетиярұлы, лақап аты Бөрі Батыр. Кешірім сұрай берген қадегіт келген Түркістан облысы Сарыағаштан келіп тұрған. Сарыағашқа барып демалғандарыңыз бар шығар. Сол жерде саяжайдың қасында туылғанмын дейді. Келесі. Лақап аты Бөрі Батыр. Келесі Жаннұр. Ал, Бөрі Батыр мықты бол. Келесі Жаннұр Мархабатұлы. Қостанай облысынан дайындық көкжал ғасыр. Бөрі Батыр. Бөрі Батыр. Сарыағашқа келген балуан. Зелеген спорт шебері. Ақбидай Көкай сайысының жеңімпазы. Қазақстан чемпионы. Бөрі Батыр десе Бөрі Батыр. Мырзатай Ағлан Дәулетиярұлы. Жүрсең чемпион боласың, 10 метр. Барыкалла. Уақыт бар, саспа, аяғын байқа. Бөрі Батыр десе Бөрі Батыр. 36 жарым. Әзірге 3-ші орын. Енді 10-ші алымымыз. Сонау Қостанай облысынан келген Малтан Жаннұр Мархабатұлы, көкжал қасқыр лақап аты. Жекпе-жектен күрес бойынша Қазақстан Республикасы спорт шебері, пауэрлифтингтен Азия чемпионы, Астана қаласының Толағай алыптар сайысының жеңімпазы. Көкжал қасқыр алдарыңызда. Малтан Жаннұр Мархабатұлы дайындалып, болған кезін айтасыз. Келесі Атырау облысы Бралин Ерсейіл Нұрмахамбетұлы дайын тұрсын. Тана дегенім. Басталды. Ерсейіл Нұрмахамбетұлы дайын тұрсын. Барекелді жарайсың. Көкжал қасқыр Жаннұр Мархабатұлы. Жарайсың. Мына темппен жүрсең чемпион боласың. Әне, соңдан кейін. 30 метр. Чемпион болса. Көкжал қасқыр әзірге 41 метрмен жүріп өтіп, бірінші чемпион. Әзірге. Бірақ әзір 11-ші келген Бралин Ерсейіл Нұрмахамбетұлы. 50 метр ғана.
hayvanlar kim bazar? Alınızlar. Şundan baba. Kayda bassan kişkiye bazar. Oyma bassan da kişkiye bazar. Müziğe sayısına gitsin kişkiye bazar. Nurmagomedova, Taylan Laqabati. Bir, ikki, uch, ketdik. Ha, jaraysin. Bayqa, bayqa, aspa tana. Aspa, aql jirin. Ayak bayqanız. Ayak. Oy, şirkin. Eşedetken altlardan Muhammed Cennet'ten. Muhammed Müdemsulu. Oy, Oo, bu da güvenli oldu be. Çempiyon azirge. Allah razı olsun, rahmet. Erkekni bunday alıp kişilere ekinin birinin mağdayına жазбайды. 200 метр, 60 метр 200 килограммды алып өтті. Алдарыңызда Ақмола облысынан келген Рустам Сынданұлы, лақабаты Арғын, еркек күрес бойынша спорт шебері, қазақша күрестен спорт шеберіне үміткер. Рустам қайда екен? Ақмола облысы. Лақабаты Арғын. Айдалбал, өймін еркін. Асықпа. Осында арғындар бар ма? Қазақтың ең көп арғындар кәне қиғылаймыз. Бір, екі үш кеттік. Ай, жарайсың. Еркін күрестен спорт шебері. Келесі. Навак, Кузнецка. Анишенко Владислав. Ай, жарайсың, бәрекелді арғын. Жеңісің бір болады. Geçin. Aspa, ayak bayqa. Ayak керек болады. Арғын, ай жарайсың, кәдеқи жолаймыз. Әзірге екінші орын. Ай, бәрекелді, жарайсың арғын. Үшінші. Қазір енді Новокузнецктен келген Анишенко Владислав, мастер спорта по самбо и дзюдо. Владислав. Когда готов, скажете? Не, это только одну наполнила.
Грищенко. Пожалуйста. Ай, баракалля. Ой, Паша, осторожно. До конца, до конца. Браво, браво, молодец. Ай, молодец. Еще, молодец. Браво. Вперед. Ayımla burun şuna koyalım oyunu. Молодец. Браво. Ай, Браво, браво, браво. Akşı. Молодец. Браво. 40 метров. Пока третий место. Следующий Астана Казахстан. Баторлаев Жанбулат Халимуллаевич. Лақабаты Алсай. Грекингтен, қазақ күрестен және пауэрлифтинг бойынша спорт шебері. Толағай алтын сайысының жүлдегері. Чемпион Алсай. Так, давай, шхват персін давай. Жанболат Халимуллаевич. Алсай. Алсай Жанболат Халимуллаевич. Қазақ күресінен пауэрлифтинг бойынша спорт чемпионы. Толағай алтын сайысының чемпионы. Ой, үстіге жүріс. 30 метр жүрді. Мына жүріспен тоқтамай тағы 30 метр жүрістен чемпион боласыз. Міне саған. Алға жүйріктер, бәрі чемпион. До конца, соңына дейін. Var koyun. Ulan 1 metre, 2 metre şu çempiyon olasın. Oy молодец. Çempiyon. Yaşarım. Hazırgen çempiyon. Alsay. Harekete jarasın. Erkek. Жігіттің жігітіміне. Осындай болу керек. Келесі алып. Рудник. Қостанай облысынан келген. Сизар. Евгений Сергеев. Спартанец. Бодибилдингтен спорт шебері. Пауэрлифтингтен чемпион. Алдарыңызда алтындар сайысының чемпионы. Евгений Сергеевич. Сиса. Спартанец. Лохомата. Спартанец. Нельзя. Ай, жарайсың. Вперед! Удачи! Давайте, Женя, поработай. Спартанец. Не торопись. Спартанец. Вот. 200 килограммда алып өту. Міне жігіттің жігіті. Оңай шаруа емес екені бесіде белгілі. 30 соңына дейін до конца, давай. 30 метров. Отдохни, еще. Время есть. Дальше. Спартанец.
Алтыншы. Давай до конца, счастливее. Собери. Докажи, что ты есть самый лучший спортсмен. Давай. Время есть. Еще есть. Майка там. 41 жарым. 41,5 метр. Berekete жарайсың спортсмен. 17-ші алыбымыз Алматы облысынан келген Нұрбол Абидуллаұлы, лақап аты Қабанбай. Спортшы. Лақап аты Қабанбай. Қабанбай дегенде қазақ жай тұрмайды, қиқулайды. Ой, Қабанбай десең Қабанбай. Абай облысынан келген алып. Нұрбол Абидуллаұлы, Қабанбай. Кеттік. 1, 2, 3. Соңына дейін Қабанбай. Кәне Қабанбай ұрпақтары қайдасыңдар? Қиқулаймыз. Қабанбай. Бөгенбай кешегі Ораз Наурызбай Қожабайлардың ұрпақтары. Лақап аты Қабанбай. Мәреге жетіп қалды 30 метр. Соңына дейін келеміз. Аяқты байқа, аяқ керек. Алып еттік. Соңына дейін барсаңыз. Қабанбай, кет. Қойқуға айнала. Күші орды. Уақыт бар, Қабанбай, кет. Соңына дейін. Қарайсың. Енді 18-ші соңғы алдымыз Қарағанды облысына келген Қарашулақов Азат, лақап аты Толағай. Қоян-қолтық күрестен спорт шебері Толағай алыптар сайысының жүлдегері. Ортамызда Толағай. Алымызға қиқулатып. Давай, шпат вверх. Бүгін көрсетеді бұл палуан. Бұл батыр нағыз қазақтың қаһарманы. Кішкене қалды. Екі Қарағанды облысының батыры алдына тұттырайын.
Ардакты ағайындар, құрметті көрермендер, көңіл күйлеріңіз қалай? Бірінші табиғи тасты көтеруден алдарыңызда Ардакты ағайындар, қолдап қиқылап отырыңыздар, бір-бірлеріңізге қолдау бергенді, алғыларыңызда өнер көрсеткен майталмандарды көрдіңіздер. Мен кеше алдымды Instagram парақшасына және әлеуметтік жүйеге WhatsApp-тарда таралған болатын 5 қыз, 5 кішкентай ұл шықсын деп 2 телефон қазір ойнатылады. Көрермендердің алатында жүлде қоры 2 телефон. Біреуі қазір серке көтеру, екіншісі жаңағы 16 килограмм кірді көтеру. Аржақтағылар ортаға келсеңіздер, мына собырдың жігіттері 5 бүлдіршінді, 5 қызды кіргізсеңіздер. Жақсы. Мына батырларды жаңағы берғырдай жинала берсін, 2 телефон ойнатылды, 16 килограмм кір тас көтеріледі және серке көтерілді. Кішкентай балалар емес, кішкене үлкендер, орталарыңызда осы қолдап көрсетіп отқан міне Теген батырымыз, Арман батырлар, үлкен батыр. Екінші спортымызды бастасақ, алдымыздағы 150 килограммдық бөренені уақытқа көтеру. Жұмамұрат ағамызға қошемет ұрып қойыңыздар. Жұмамұрат ағамыз бүгінгі комментатор, бүгінгі жүргізуші Жұмамұрат аға. Серке көтеретін кішкентай балалар және кішкентай қыздарды ортаға шақырсақ, сотовый телефон ойнатылады. Сотовый новый телефон ойнатылады. Міне 2 Арман және Теген тұр, соған келіп жанысаңыздар болады. Кішкентай балаларыңызды жіберіңіздер. Кішкентай балаларыңызды, қыздарыңызды жіберіңіздер. Уақытқа 5 қыз, 5 ұл ғана болады. Ардакты ағайындар, 5 қыз, 5 ұл. Содан кейін біз қарындас Қарагөз қызымызды осы жерден таптық. Ол да осы Астананікі. Алтыларыңызда 3,5 тонналық машинаны сүйреп рекорд қояды. Сондықтан жарыстың соңына дейін болыңыздар. Қызық енді басталды. Микрофон Жұмамұрат ағамызда, кеттік. Рахмет, Алла разы болсын.